Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика. Бензин бағасы қазақстандықтарды елең еткізер тақырып, себебі бұл біздің айлық табысымыздың бір бөлігі десек те болады. Оған себеп Қазақстанда авиация мен темір жолдың дамымауы. Мыңдаған шақырымда болатын тойға автомобильменен шығып кете береміз, себебі елімізде жүрдек пойыз жоқ, ал авиация қымбат. Онымен қоса елімізде бензин қымбаттаса, тасымал құны артып, тауар бағасы да қымбаттайды. Әр қазаққа маза бермей жүрген тағы бір сұрақ: шикізат өндіруші, яғни мұнай өндіруші елміз, бізде неге бензин қымбат? Экономистерде мынандай бір әзіл бар: бензин үш түрлі жағдайда қымбаттайды. Бірінші, мұнай қымбаттағанда; екінші, мұнай арзандағанда; үшінші, мұнай бағасы өзгермей тұрғанда. Әр әзілде бір шындық бар. Қазақстан өндіретін бренд маркалы мұнай бағасы бірде қымбаттап, кейде тіпті 2 есе арзандап кетеді. Дәл осы мұнай арзандаған тұста неге бензин бағасы да арзандамайды, қайта керісінше үздіксіз қымбаттаумен келеді? Оның жауабы оңай. Егер бензин бағасын доллармен есептесек, онда бағада аса үлкен ауытқу байқалмағанын көруге болады. Яғни бензин қымбаттауының негізгі себебі теңгенің құнсыздануы. Неғұрлым теңге құнсызданған сайын Қазақстан мұнайын аяусыз сорып жатқан компаниялар үшін мұнайды Қазақстанға, яғни ішкі нарыққа сату тиімсіз болады. Одан да шет елге, әсіресе Еуропаға қымбат бағада сатқан тиімді. Осының кесірінен елде бензин азаяды, ал тауар азайған сайын қымбаттайтыны белгілі. Мұндай жағдайда мемлекет елдегі бензин бағасын тұрақтандыру үшін компанияларға елде өндірілген мұнайдың бір бөлігін отандық мұнай өңдеу зауыттарын қамтамасыз етуге жұмсауға міндеттейді. Алайда бұл заправкадағы бағаға өте аз мөлшерде ғана әсер етеді. Оған себеп инфляция. Бензин бағасын басқа тауарлармен, мысалға сәбіз бен немесе қиярдың бағасымен салыстырсақ, шүкір деуге болады. Бензин бағасына әсер етуші тағы бір фактор – ол салық. Яғни еліміздегі компаниялар мұнай қазып алғаны үшін салық төлейді. Яғни тіпті ол мұнайды елдің ішкі нарқына сатса да. Ал кейбір араб елдерінде тек экспортқа, яғни шет елге сатылған мұнайға ғана салық төленеді. Осының әсерінен елде бензин арзан болады. Бізде бұл система жоқ. Яғни біз әр бензин сатып алған сайын мұнай компаниясының салығын төлеп береміз деген сөз. Әр кезеңде елде бензин қымбаттамас бұрын мемлекеттік арналардан Еуропада бензин қымбат, теңгемен шаққанда 400 тіпті 500 теңгеге жетті. Бізде бензин арзан, бар болғаны 185 теңге деген сарындағы жаңалық естиміз. Алайда әлеуметтік жағдай мен күнкөріс деңгейі жайлы сөз болмайды. Қарапайым мысал: айлық табысы 185 мың теңге болатын қазақ 185 теңгеден айлығына 1000 литр бензин сатып ала алады. Ал айлық табысы 800 мың теңге болатын ирландық азамат 400 теңгеден айлығына 2000 литр бензин сатып ала алады екен. Және бір факт: қазақстандықтар айлық табысының 50%-ын азық-түлікке жұмсайды, еуропалықтар бар болғаны 15%. Бұл қазақтар көп тамақ жейді дегенді білдірмейді, тек қазақстандықтар күнкөріс деңгейінің төмендігін білдіреді. Сонымен жігіттер, сабыр. Бізде бензин қымбат емес, жай ғана біздің табысымыз аз, әлеуметтік деңгейіміз төмен. Осы орайда қазақстандықтардың экономикалық сауаттылығын арттыру үшін құрылған қарапайым экономика арнасына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыз. Әр қазағымыз экономикалық сауатты, бай, қуатты болсын. Сау болыңыздар.